кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят. Мой дед Бахерев Дмитрий Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны, родился в селе Лобаново Аракбалыкского района Кокчетавской области. Участвовал в боях в 4-м Украинском фронте. Награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени, медалью за освобождение Кавказа, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Закончил войну в Берлине в звании капитана. Менің атам Макеев Қайырлы 1908 жылы Айыртау ауданы Мәдениет ауылында дүниеге келген. 1941 жылы Айыртау әскери комиссариатынан соғысқа шақырылып, 1941-43 жылдары соғыс майданында қайтысқан. 43 жылы жараланып қайтыс болды. Менің ағам Садвақасов Бөкен 1913 жылы туған. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Октябрьский округта, колхоз Сарбұлақта. 2007 шетілде 1941 жылғы әскерге шақырылған. Жауынгерлік жолы Беларусь қаласында, Минск облысында бастаған. 130 атышулы полкта. Қайтыс болды 1943 жылы 9 қыркүйекте. Жереген жері Харьков облысы, Змеев районы, Миргород ауылы. Менің атам Байғаболов Сетен 1908 жылы Айыртау ауданы Сарыөзек ауылында туған. 7 шілде 1941 жылы соғысқа шақырылды. 170-ші атқыш полкында Жапонияға қарсы соғыста әскери қызмет атқарды. Пулеметші қатардағы жауынгер. 4 қараша 1945 жылы Айыртау аудандық әскери комиссариатқа есепке алынды. Марапаттары еңбек үшін Жапонияны жеңгені үшін медальдармен, мерейтойлық медальдармен марапатталды. 1989 жылы қайтыс болды, Сарыөзек ауылында жерленген. Мой дедушка Куспанов Жуким Куспанович, он родился 1923 года, 15 декабря, Кокчетавской области, Володарский район, село Киначи, ныне Акан-Сера. 1942 года, 28 мая, он был призван Айыртауский РФК КАС СССР. 1942 года, 10 июля, проходил действительно воинскую службу в воинской части 72-й отдельной минометной дивизии. После учебы минометной воинского полка он был направлен в Москву во 2-ю гвардейскую минометную дивизию. Жуким Куспанович участвовал в освобождении Белоруссии, городов и сел Брянск, Ленинградской области, Румынии, Венгрии, Польши. День Победы мой дедушка находился в Чехословакии. Мой дедушка был командиром орудия «Катюша». Заслуженный был награжден медалями за оборону Сталинграда, Москвы, Ленинграда, орденом Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медалью за победу над Германией, 7 юбилярными медалями за участие проведения боевых операций против врага. Получил 2 благодарственных письма от товарища Сталина. После войны мой дедушка работал в заготконторе, райподсоюзе, ДЭУ и райбэткомбинате.